genderforce.com. Қазіргі күні ойы жүйрік, табанасты тапқары, қалжыңға қалтасында жүретін жастардан құралған топтардың шығармашылығын шыңдайтын телевизиялық жобалар өте көп. Ал солардың ішіндегі ең ірі көптің талқысына түскен екі жобаның қайсысы мықты дегенде әзіл сүйер қауымның пікірі екіге айырылып дауға ұласады. Бүгін біз осы дауға нүкте қоюға тырысып көреміз. Екі тележобада әзіл-оспақты қолдана отырып, қоғамның дамуындағы мәселелерді ашуға, ұлттық дәстүр мен мәдени құндылықтарды сақтауға, дамытуға шақырады. Олай болса, әңгімені көпке созбай, екі бағдарламаның да айырмашылығын тізіп, артықшылықтарын көрсетіп көрейік. Жайдарман алғаш болып 2005 жылдан бастап ел назарына ұсынылып, халық алдына жол тартты. Әрине, ең басында қазақша КВН атауымен белгілі болған бұл тележобаның 10 жылдан аса тарихы болуы бұл алғашқы артықшылығы деп ойлаймын. Олай болса, Жайдарман қоржынында алғашқы ұпай +1 балл. КТ тележобасында тарихы жоқ деп кейсіп айтып алмаймыз. Осынау 5 жыл бойы ел назарында жүрген КТ-ның даму қарқыны өте жақсы, яғни елге ұнайтын өзіндік аудиториясы қалыптасқан ірі жоба. Дәл осы артықшылығы үшін КТ-на 1 балл қосамыз. 10 жылдан көп жалғасып келе жатқан Жайдарманның мектебіне қазіргі КТ жұлдыздарының 80%-ға жуығы түлеп ұшты. Дайын, мәдениетті, тапқыр өнерпаздардың басым көпшілігі Жайдарманның жас түлегі. Олай болса, басымдылық Жайдарман үшін екі еселенеді. КТ-да Жайдарманда негізгі бағыты бір болса да, ішкі өту форматында ерекшеліктер бар. Мәселен, Жайдарманның жюрилері өз бағаларын цифр арқылы берсе, КТ-ның қазылар алқасы өз ұнаған командасына кіші көк беру арқылы ықыласын білдіреді. Әрине, КТ-ның осы бір ең ерекшелігіне бір қосып таразы басы теңеседі. КТ-ның танымал әлеуметтік желілердегі аккаунттары болғанмен де Жайдарманның official сайтына есе берері хақ. Жайдарман.kz деп аталатын сайтта аталмыш телевизиялық жобаның барлық жаңалықтары, түсірілім тобы, жоба авторлары, қолдаушылары, тіпті қамқоршылық кеңесіне дейін анық көрсетілген. Бұл үшін +1 балл. Олай болса, Жайдарманның қанжығасында 3 ұпай. КТ-да бүкіл жайдарманшылар жүр деп айтып жатсақ та, жаңа жас өнерпаздардың да байқамайсың деп айта алмаймыз. Сонымен қатар, КТ-ның бір артықшылығына бұрын ел аузында жүрген, ел ықыласына бөленген, халық ұнататын, тіпті бұл команда қайда екен деп іздейтін командаларды қайтадан халық алдына шығаруы. Мысалға, демеушіміз болашақ өте тәжірибелі команда. Жақында ғана КТ сахнасында жарқ ете қалғанда шын жанкүйерлер елең етіп қуанғаны анық. Олай болса, халық асығатын команданы ел алдына қайта шығарған үшін КТ жобасында +1 балл. Есеп 3-3. Телевизиялық түсірілім. Әрине, Қазақстан ұлттық арнасы арқылы жүзеге асатын бұл жобаның республикалық жоғары лига Астана қаласында жүреді. Республикалық премьер-лигада осы Астана қаласында, яғни НТК телеарнасы арқылы жүзеге асады. Республикалық Алматы ашық лигасы Алматы қаласы Алматы телеарнасы арқылы көрсетіледі, яғни 3 телеарнада көрсетіледі. КТ-ның тағы бір ерекшелігі үлкен жас командалармен қатары жас бүлдіршін топтардың теледидар алдына шығаруы, яғни секілді балдардан құралған команданы жас бүлдіршіндерді мәдениетке ерте бастан үйретуі. Сонымен қорытынды есеп 4-4. Әрине, дәл бұндай екі ірі жобаның терезесі тең болары анық. 300 мың адамды бір мүддеге тоғыстыратын ауданда облыстық және аймақтық лигалары бар. Әдемі әзілді өмір ақиқаты мен жарасымды үйлестіретін жобада қоғамның дамуының мәселелерін ашуға көңіл бөлініп, мемлекеттік жастар саясаты кеңінен насихатталатын екі ірі жобаның да айырмашылығы да, ерекшелігі де, ұқсастығы да, бір арнада тоғысуы да бар. Сондықтан да екеуін біреуі жеңді деп қарастыра алмаймыз. Сол себептен екеуі де тең.
Сондықтан достық жеңеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.